Қазақ тілі мен әдебиеті 6-шы сынып. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз 5-ші бөлім менің туған өлкем өлеңдер мен прозада. Сабақтың тақырыбы туған жердің төсінде. 2-ші сабақ. Сабақтың мақсаты жазба жұмыстарда сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай жазу, сөйлем соңында келетін тыныс белгілерді қолдану. Өткен сабағымызда танысқан жаңа сөздерді бір қайталап жіберейік. Тау бөктері, үңгір, жабайы, жүйрік ат, ашулану, қоректену, етек, мәре-сәре болу, із. Тыңдалым. 5-ші тапсырма. Мәтінді тыңда, туған жеріңнің табиғатын сипатта. Біздің ауыл Алмалы деп аталады. Өйткені жердің атын жабайы алма сыңсып өскен тау бөктерін солай деп атайды. Бұл тауда жабайы алманы қорек етіп, аю өріп жүреді екен. Сондықтан бұлар кейбір үлкендер күні бүгінге дейін жабайы алманы аю алма деп атайды. Ол кезде алма жегісі келгендер жүйрік атпен кеп, алманы ат үстінен тұрып жинайды екен. Егер адамның алманы үзіп жатқанын бір аю көріп қалса, қазандай тасты көтеріп ап, ақырып қуатын көрінеді. Сонда бүкіл алмалы бойының аюлары тегіс үн қосып, біздің алмамызда адамзаттың не қақысы бар десіп, ашуланып, жер көкті азан-қазан етіп жібереді екен. Біз туған кезде сол өріп жүрген аюлардың ізі де қалмапты. Ол кезден қалған бір ғана белгі, әлгі алып алма ағаштың түбіндегі үңгір ғана. Оны аюлардың патшасы мекендепті. Мәтін түсінікті болса, мәтін бойынша 3 сұраққа жауап берейік. 3 минут уақыт беріледі. Ауыл қалай аталған? Неге Алмалы деп атаған? Алмалыда қандай аңдар мекендеген? Өте жақсы, жарайсыздар балалар. Келесі орындалатын тапсырмамыз жазылым тапсырмасы. 6-ші тапсырма. Тыңдалым мәтініндегі деректі зат есімдерді тауып жаз, мағынасын түсіндір. Мысалы, ағаш, алма. Бұлар көзбен көреміз, қолмен ұстай аламыз. Не деген сұраққа жауап береді? Сондықтан зат есім көзбен көруге, қолмен ұстауға болатындықтан деректі зат есім. Жарайсыздар балалар. 6-ші тапсырманы өте жақсы орындап шықтыңыздар. Келесі тапсырма тағы да жазылым тапсырмасы. 8-ші тапсырма. Қосымшаларды орфографиялық нормаға сәйкестендіріп жазу. 10 минут уақыт беріледі балалар. Мысалы, бөгдөрі. Бұл айтылу бойынша жазылған. Сондықтан біз бұны орфографиялық нормаға сәйкестендіріп жазамыз. Ол бөктері болады. Жыллары. Дұрысы жылдары. Баладар. Дұрысы балалар. Ал балалар арғарай жалғастырып жазайық. Оқылым айтылым тапсырмасы. 9-ші тапсырма. Мәтінді оқы, оған ат қой. 5 минут уақыт беріледі балалар. Көп ұзамай етектен тауға қарай көшкен мал ауылға кеп жағалай қонды. Мәре-сәре, шуға толы қызықты кез туды. Ала қыстай, сыз қорада үстері сауыс-сауыс болған қора-қора қойлар мол тегін көкке жетті. Ауыл аймақ тегіс жапа-тармағай қой сауып, аузымыз аққа бір жарыған еді. Біз балалар ертеңді кеш қосы қайырсып, шешелерімізге сауылатын қойларды қосақтасқаннан кейін ақ зытып отырып ауылдың сыртындағы тас қораға тартамыз. Мұнда колхоздың құмнан көшіп келе жатқан жылқысы қамалатын. Ендігі орындалатын тапсырмамыз оқылым мәтіні бойынша орындалады. Кестедегі сөздерді оқы, ол сөздерден жай сөйлем құра. 7 минут уақыт беріледі, 5 сөйлем құрауымыз керек. Қанекей балалар? Өте жақсы. Бірінші сөйлем. Қора-қора қойлар шөпке, тегін көкке жетті.
Екінші сөйлеміміз тау бөктері тұтасқан жабайы алма болатын. Үшінші сөйлеміміз шуға толы мәре-сәре қызықты кез туды. Төртінші сөйлем біздің ауыл алмалы деп аталады. Бесінші сөйлем ауыл аймақ тегіс қой сауған екен. Өте жақсы балалар. Ал жақсы балалар, бүгінгі сабақ бойынша сіздер үшін не қажет болды? Қиын болған тапсырма бар ма? Қай тапсырма қызықты болды? Ойымызды тез-тез айтайық. Сонымен сабағымызды аяқтаймыз.